Армысыздар, құрметті көрермен. Аптаның айшықты жаңалықтарына кезек береміз. Алдымен айтар сөзден аңдатпа. Өткен сенбіде қала басшысы Асқар Абылайұлының бастамасымен сенбілік өтті. Жақында қаламызда салауатты өмір салтын сақтанайық атты акция өткізілді. Жезқазған қаласында әлеуметтік желіде жұмыс жасау, ақпаратты беру жұмысы тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Өткен сенбіде қаламызда абаттандыру мақсатында 2 айлық жалпы облыстық сенбілік өтті. Шаһар тазалығына барша қала тұрғындары мен әкімдік өкілдері атсалысты. Қала тазалығы қадағалануда. Әкімдік қызметкерлері, қала тұрғындары мен мектеп оқушылары өткен сенбіде сенбілікке шықты. Арнайы сенбілікке шыққан әкімдік өкілдері көктемгі абаттандыру, көгалдандыру мен санитарлық тазалықтың жүргізілу қарқынымен танысты. Сенбілік әкімдік ауласында Асқар Ыдырысовтың бастамасымен ағаш түптерін отырғызумен басталды. Поливать, да? Да, да, можно. Чуть-чуть. Тогда она лучше трамбоваться будет. Давайте второй. Штыковой, да? Вы эту землю полегать мне, сейчас еще землю дайте, и потом еще... Равномерно. Воды побольше. Облыстық сенбілікке арнайы 11 техника жұмылдырылды. Қаламыздың көркеуіне қала тұрғындары да өз үлестерін қосты. Сенбілік барысында 810 шаршы метрді құрайтын қаламыздың орталық көшелері ретке келтірілді. Қаланы абаттандыру жұмысында Асқар Абылайұлы аула тазалығына көңіл бөліп, бір қатар нысандарды аралады. Тексеріс барысында жауапты тұлғаларға тапсырмалары жүктеліп, қала тазалығына көңіл бөлу қажет ескертілді. Бүгін қаламызда облыстық сенбілік өтуде, біршама жұмыстар атқарылып, нәтижелер көрінуде. Барлық мемлекеттік қызметкерлер қала тазалығына көңіл бөліп, сенбілікке қатысуда. Суару жұмыстары да жүзеге асырылуда. Кей жерде жұмыстар жақсы атқарылған, кей жерде мүлде жүргізілмеген. Осы мәселеге көңіл бөліп, ретке келтіру керек. Сондай-ақ шағын және орта бизнес өкілдеріне қаншалықты жағдай жасалғанымен кері байланыс жоқ көрінеді. Қала басшысы шағын және орта бизнес қызметкерлеріне сын ескертуін айтты. Менің байқағаным, шағын және орта бизнес өкілдері қала тазалығын қолдап, сенбілікке мүлдем шықпайды. Мемлекет тарапынан қаншама қолдау көрсетіліп, жағдай жасалуда. Заң бойынша өз аумақтарына шығып, сенбілікке қатысуы керек. Ендігі уақытта арнайы ескерту қағаздарын жіберіп қадағалауға аламыз. Шаһар басшысы Асқар Ыдырысов Абай атындағы нөмір 4-ші лицей мектебінің оқушыларымен бірлесіп, Ерден көшесі бойына қарағаш талын отырғызды. Мұндай игі шара алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Шолпан Амантай, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Шаһарымызда салауатты өмір салты насихатталды. Сәтбаевтық жастар орталық алаңға шығып, флешмоб ұйымдастырып, естелік парақшалар таратты. Шараға арнамыздың түсіру тобы да қатысып қайтқан болатын. Сәтбаев қалалық жастар ресурстық орталығы мен сенім жастар денсаулық орталығы бірлесе салауатты өмір салтын сақтанайық атты акция ұйымдастырды. Орталық алаңға жиналған жастар таната жаттығу жасап, тұрғындарды белсенді өмір салтына шақырды. Акцияға 3 оқу орнынан 200-дей бала жұмылдырылған. Ондағы мақсат қала тұрғындарының назарын белсенді өмір сүруге аудару. Елбасымыз жастар жылы деп биылғы жылды жариялаған болатын. Қаламыздың белсенді жастары, оның ішінде оқу орындар, технологиялық колледж, медициналық, индустриялық колледждің студенттері атсалысып отыр. Негізі бүгінгі акциямыз салауатты өмір салтын сақтанайық акциясы ұйымдастырылған болатын.
қаламыздың жастар ресурстық орталығы мен жастар денсаулық орталығы бірлесе отырып осындай акция жүргізіліп жатыр. Негізі акциямыздың мақсаты қаламыздың әрбір азаматы, әрбір азаматшасы салауатты өмір салтын ұстануға насихаттау, яғни салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Сонымен қатар әрбір қала жастары қала өміріне белсенді түрде араласса, нұр үстіне нұр болар еді. Әрбір қаламыздың жасы, азаматы мен азаматшасы мемлекет маған не береді емес, мемлекетке мен не беремін деген ұстаным ұстанса жақсы болар еді. Айта кету керек, мұндай игі шаралар жас ұрпақтың салауатты өмір салтын қалыптастырудағы ой-өрісін дамытуға, жаман әдеттерден бойын аулақ ұстауға көмегін тигізетіні сөзсіз. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Журналистерді қолдау жобасы аясында Жезқазған қаласында әлеуметтік желіде жұмыс жасау тақырыбында семинар өтті. Оған аймағымыздың журналистері қатысты. Толығырақ тақырыпты Шолпан Амантай баяндап береді. Мейірімді жүрек қоғамдық бірлестігінің бастамасымен Жезқазған қаласында семинар өтті. Семинарды ұйымдастырудағы басты мақсат әлеуметтік желіні тиімді пайдаланып, оқырмандарға сауатты ақпаратты жеткізу. Сондай-ақ пресс қызметкерлер мен журналистердің әлеуметтік желінің құрылғыларын пайдалана отырып, аудиториямен жұмыс жасау. Жезқазған вестник басылымының бас редакторы Эльвира Алпанбаева бүгінгі күнде медиа саласында әр адам өз контентін құрып, аудиториясын кеңейткенмен, адамдардың кері байланысқа шығу белсенділігінің аз екендігін айтты. Қазіргі таңда газет, телевидениядан гөрі көбінесе жастарымыз болсын, журналистеріміз болсын, желіде көп пайдаланады. Соған орай журналистер, мемлекеттік қызметкерлер болсын, осы мекеме басшылары болсын, әлеуметтік желіде өз парақшаларын ашқан. Сол парақшалармен халықпен көптеген сұрақтар түсуде, соларға және негатив сұрақтарға қалай жауап беру, желіде қалай жұмыс жасау керектігін бүгінгі семинар барысында талқылайтын боламыз. Семинардың арнайы қонақтары Instagram желісінде миллионнан астам оқырмандары бар Елшін Жанерке мен Еркебұлан Ахметбек қатысушылармен өз тәжірибелерімен бөлісті. Семинарға арнайы қатысқан жас отбасыға сертификат табысталды. Туған жеріне туылдық деп, осылай келіп Сатпаевта тұрып, ары қарай дамытыңдар, көркейтіңдер, сондай тілегіміз бар. Сендерге көп рахмет, осылай келіп, кездесу өткізіп жатқандарына, соған келісіп жатқандарына. Әлгі біз бар ғой қазір жастар, біз жұлдызбыз, біздің уақытымыз жоқ, біз кереметпіз деп жатады. Сондайға нетпей, осы қарапайымдылықтарымды сыйлаймын. Өзімен адамда негізі қарапайымдылық жақсы көреміз. Қарапайым мінезін, өз қарапайымдылық осылай болып қала беріңдер. Ешқашан жұлдыз болсаңдар да, бірақ осы халықтың арасынан шыққандардың болыңдар. Еркебұлан, көп рахмет саған. Осы Жезқазған вестник газетінің атынан және мейірімді жүрек қоғамдық бірлестігінің атынан осындай алғыс хатымыз бар. Жезқазған туралы біздің өзіміздің 65 жылдық биыл Жезқазған бар. Белгілі блогерлер мазмұнды контентті қалай жүргізу керектігімен оны сауатты жүргізу жолдарын айтты. Мәселен, Instagram желісіне пост салудың ыңғайлы уақыты кешкі 7 мен 9 аралығы екен. Ең бастысы әлеуметтік желідегі теріс пікірлерге қалай әрекет ету керектігін айтты. Нәтижесінде семинарда қызықты сұрақтар қойылып, өзара пікір алмастырылды. Шолпан Амантай, Елдар Әлімжанов, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Жағымды жаңалықпен жүздескенше аман, сау болыңыздар.